Сәлем достар, бүгін оңай рецепт каналында сіздермен дрожсыз, сүтсіз, сары майсыз және майонезсіз жасалынатын томпақ болып және жұп-жұмсақ болып пісетін бауырсақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Бізді жоғалтып алмас үшін каналымызға жазылып алған болсаңыздар, онда осы бауырсақтың рецептісін көрсетуді бастаймыз. Бізге бір кесе айран керек болады және айранның үстіне жарты ас қасық ас содасын салып жақсылап араластырып аламыз. 5-7 минутқа қойып қойсақ, осылай айранымыз көпіріп, кішкене көтерілетін болады. Ал енді осы айранымызды бауырсақ ашытатын бөлек ыдысымызға құйып аламыз. Ерекше дәмді болуы үшін мен шай қасықтың ұшында ванилин қосатын боламын. 3 ас қасық сұйық майымызды қосамыз. Келесі бізде 1 шай қасық тұз саламыз және де 2 шай қасық қант салып, барлығын жақсылап араластырып алуымыз керек болады. Араластыру барысында өздеріңіз көріп тұрғандай, біздің айранымыз көпіріп үлкейетін болады. Аздап ұн салып бастаймыз және қасықпен илеп аламыз алдымен. Ұнымызды бірден бәрін салып жібермейміз, аз-аздан салып, осылай қамырды илеп алуымыз керек болады. Ары қарай қамырымыз қоюлана бастаған кезде қолымызбен қамырды жұмсақ етіп илеуіміз керек. Үстінен 1 ас қасық сұйық майымызды құйып жіберіп, үстін басып 15-20 минутқа қойып қоятын боламыз. 20 минут өткеннен кейін бауырсағымызды тағы бір рет қолымызбен жақсылап илеп алатын боламыз және илеп болғаннан кейін бұл қамырымызды тағы 5-10 минутқа демалуға қойып қоятын боламыз. Бізде бауырсақтың қамыры дайын болды, енді оны жаятын боламыз. Достар, біздің каналымызда апта сайын 2-3 жаңа рецепттер шығып отырады. Бізді жоғалтып алмас үшін каналымызға жазылып алыңыздар. Осылай қамырымызды жаюға ыңғайлы болу үшін 2 бөлікке бөліп аламыз және оны біртіндеп жая бастаймыз. Алдымен қолымызбен, алақанымызбен үлкейтіп алып, ары қарай оқтаудың көмегімен жайып шығатын боламыз. Қатты қалың да, жұқа да етпей, орташа қалыңдықта жайып аламыз және стаканның немесе арнайы кескіштің көмегімен домалақтап кесіп алатын боламыз. Алдын ала сұйық майымызды қыздырып қоямыз және бауырсақтарымызды салып қуыра бастаймыз. Қараңыздар достар, осылай дрож салмасақ та томпақ болып үлпілдеп пісетін бауырсақтар бізде пісіп жататын болады. Бір жақ беті қызарғаннан кейін екінші жағын аударып жақсылап пісіріп алатын боламыз. Ал достар, біздің бауырсақтарымыз дайын болды. Отбасы мүшелеріңізге осылай жасап беріп көріңіздер, өте дәмді шығады. Әсіресе ванилин салғаннан кейін бауырсақтың иісі әдемі керемет болып шығатын болады. Бүгінгі рецептіміз ұнаған болса, достар, лайк басып қолдап кетейік.